Абай қазақ тарихы мен әдебиетінде атақ даңқы абайдан асқан, абайдай танымал, абайдай дара тұлға жоқ. Ақын есімімен аталатын көшелер, театрлар, кітапханалар, мектептер, жоғары оқу орындары мен саябақтар ақынға көрсетілген құрметтің бір парасы ғана. Ал абайдың алып тұлғалы ескерткішін кез келген қаладан кездестіруге болады. Бір сөзбен айтқанда, Абай қазақ халқының бренді. Алайда біз Абайды ұлы философ, ұлы ақын, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы деуден артық тағы не білеміз? Сүйікті немересі Ибрагимді әжесі Зере Абай деп атаған. Әлди абайым, атқа тоқым жабайым дейтін әже әлдейіндегі абайым дегені айналасынан еш хабары жоқ, күнәсіз сәби үшін таптырмайтын есім. Бала Абай болса, шынымен де басқалар секілді сотқар, тентек, еркелеп өспеді. Уақытын құрбысқа көрінген ермекпен өткізбейтін. Жастайынан зерек өскен Абай оқуға құштар болатын. Сосын әжесі мен апасы айтатын аңыз әңгімелер мен ертегілермен есейді. Абайдың әкесі Құнанбай қайратты, беделді, қазақ сахарасының нағыз ақ сүйегі, Қарқаралы уезінің аға сұлтаны өзі би, өзі болыс Құнанбай шариғатқа жетік, патша үкіметінің Сібір қазақтарының жарғысын қатаң ұстанған. Қазақтың салт дәстүріне өте берік жан. Туған халқының байырғы салтына берік ол, қашанда әділ әрі замана талабына сай шешім шығарады. Туған елдің дамуы мен бейбіт қоғамның кепілі басшылыққа байланысты екенін жете түсінеді.